Трамп Зеленскийге қоңырау шалыпты. Және бұл қоңырау шалғанда Трамп пен Зеленскийдің линиясында үшінші тарап болып Илон Маск болыпты. Илон Маск Зеленскийге біз соғысты жаңағы жағдайында тоқтатуды, ақ-көк, анау-мынау, біз Starlink интернеті бар қолдаймыз деген сияқты сөздер айтыпты дейді. Бірақ бейресми дерек көздерінің, әсіресе Америкадағы демократтарға бүйрегі бұратын кейбір саяси сарапшылардың айтуынша, Трамп Зеленскиймен сөйлескенде Илон Маскты неге қосып отыр дейді. Демек, Илон Маск Трамптың ең сенімді нөмірі бірінші жақтасы ретінде, қаржылық жағынан ең көп қолдаушы адам ретінде ол бүкіл дүниеге әйгілі болып тұр қазір. Енді қараңыздар. Ал бүкіл Украинадағы соғыста Путин алдыда бүкіл Украинаның телекоммуникация жүйесін тасталқан шығарды. Жаңағы телекоммуникациялық хабар-ошарды тарататын антенналар, жерасты кабельдері, Совет одағынан бері қалған ескі дәу алып мыс кабельдері бар. Оны ауыстыратын эксченджерлер, ақпарат түйіндері, бұның барлығын, құрылымдарын, мұнараларын Путин бірінші кезекте атқылап Украинаны хабарсыз, ошарсыз, интернетсіз, телефон байланымын сынсыз қалдырып тастаған болатын. Дәл осы сәтте, ол осыдан 2,5 жылдың алдында соғыс бірінші басталған сәтте Путин Украинаны хабар ошарсыз, электрсіз, газсыз қалдыруға тырысып, осындай шабуыл жасағанда Илон Маск өзінің ғарышқа ұшырған 60 неше мың спутнигі жасанды жер серігі арқылы Украинаға төмен ғарыш орбитасында ұшатын Илон Масктың жекеменшік Starlink жер серіктері арқылы Украинаға сымсыз интернет, яғни сымсыз Wi-Fi таратқан. Сіз үйіңіздегі Wi-Fi құрылымы арқылы үйіңізде бір айналдырса 10-20 метрдің ішінде Wi-Fi арқылы интернет қабылдасаңыз, немесе ұялы телефоныңыздан қызу нүкте арқылы екінші бір интернеті жоқ телефонға не компьютерге Wi-Fi таратсаңыз, оныңыз небәрі 5 метрге жететін болса, елдің баласы Илон Маск міне ғарышқа ұшырған спутнигі арқылы Wi-Fi таратып отыр. Және бұның 60 мың спутнигі бүкіл жер шарын бірақ көмкерді. Және бір мемлекеттің өзі бұндай көп спутник ұшыра алмаған. Бір мемлекеттің өзі бұндай көп технологияда таба алмаған. Зымыранды аспанға ұшыратын және оны қайтарып әкелетін технологияны ойлап тапқан бұл Илон Маск дәл қазіргі Орыс-Украина соғысында Украинаны интернетпен қамдаушы, спутниктік ақпаратпен қамдаушы, бәрмен қамдаушы. Ал Украинаның қазіргі қаруларының ішінде жеңіл типті қарулардың бірі ретінде, мысалы, кем дегенде Ресейдің 1800, 2000, 2500 ішкі шекарасына кіріп соққы бере алатын бір ғана қаруы бар, ол дроны. Яғни біз айтатын түлкінің ажалы қыраннан, орыстың ажалы дроннан дегендегі осы дрон қазіргі Орыс-Украина соғысында бірінші қару болыпты. Ресейдің ішкі жағына аса ауыр соққы беретін, алыс аралыққа ұшатын және қырғындағыштық, жойғыштық сипаты аса жоғары болатын америкалық зымырандарға Америка рұқсат бермей тұр. Ал еуропалық зымырандарды алғанымен, оның кейбір бөлшектері бәрібір Американың компаниялары жасаған болғандықтан, Еуропа елдері Америкамен болған келісім шарт бойынша бұл зымырандарды сатқанда және оны қолданатын елге Американың талабын жүктеуге міндетті. Яғни Зеленский өзі алған америкалық және еуропалық зымырандарды Ресей территориясының ішкі жағына атуға рұқсат ала алмай, әбден пұшайман болып, шерменде болып отыр. Енді осындай кезде олардың өздері зерттеп жасаған делінетін жеңіл типті дрондар ғана тұр. Дрон деген нәрсе енді ол сөздің шыны жаңағы зымыранмен салыстыра алмайсыз. Ол дрон деген оның жаңағы жойғыштық, жарғыштық, қырғыштық, қырғындағыштық жаңағы қуаты ол жаңағы зымыранның енді бәленбай мыңнан біріне де жетпейді. Сондықтан енді украиндер үшін алғанда қазір дрон ең маңызды болса, осы дронды алыстан меңгеріп отыратын, басқарып отыратын, жаңағы оның бүкіл камерасын, орнын, координациясын, қайда ұшып барады, қалай ұшып барады, жаңағы ұшып барғаннан жұмыс бөлісі қалай болады, бұның барлығы интернет арқылы іске асады. Ал бұл интернет жаңағы бүкіл жер шарының бір қуысын қалдырмай интернетпен қамтып тұрған Илон Масктың Starlink-іне барып тіреледі. Енді жаңағы аузы дуалы саяси сарапшылардың сөзіне қарағанда, Трамп Зеленскийге қоңырау соққанда қасында Илон Маск болыпты дейді. Немесе Трамп қоңырау соққанда үшінші бір тараппен мүмкін Илон Маск енді өз үйінде шығар, бірақ үш тарапты телефон болған, үш тараппенен сөйлескен. Енді бұл сарапшылардың сөзіне негізделгенде Трамп Зеленскийге соғысты мен қой дегенде қоясың деген.
Егер қой дегенде қоймасаң, арашаға зар боларсың. Соғысты қоймасаң, міне мына жақта Илон Маск деген жігіт бар, ол бізді тыңдайды, ол сені интернетіңмен қамдап тұр. Енді интернетсіз қаласың деген әңгімені айтып тұр дейді. Демек, Орыс-Украин соғысында сіз біз күткендей, Орысты тасталқан қылатындай, Кремльдің күл-талқаны шығаратындай, Путинді дарғасатындай, Ресей империясын күйрететіндей сұмдық, сұрапыл, жақсы жағдай болмайтын көрінеді. Тіпті бұлар көнсең де көнесің, көнбесең де көнесің деп тізеге басып тұрып, Украинаны өз тарапынан соғысты тоқтатуға мәжбүрлейтін көрінеді. Міне бұл бірінші жағымсыз хабар. Екінші, онша жағымды бола бермейтін бір хабар бар. Ол Трамптың мынау Ақсарайға, Ақ үйге кірмей тұрып, әлден тағайындаулар жасап жариялап жатқаны. Қазір бүкіл дүние жүзінің назарын аударып отырған осы дүние. Қазір ол ашық түрде өзінің алдыңғы жолғы президенттігі кезінде Американың екінші адам ретінде Американың мемлекеттік істер бас хатшысы болып қызмет атқарған Майк Помпеоға қызметке кел деп шақыру бермейтіндігін айтып дүниені бір дүрсілкендірген болса, енді осы Американың қорғаныс министрі және премьер-министр екі қызметінің функциясын атқаратын, рөлін атқаратын Американың мемлекеттік істер бас хатшысының орнына ол Қытайға тіс тырнағымен қарсы Марко Рубионы қойды. Марко Рубионы білесіздер, ол біздің атажұрт өте тығыз жұмыс жасаған Америкадағы Congressional Executive Commission on China дейтін мекеменің, яғни Конгресстік экзекутивтік, конгресстік Қытай істері жөніндегі комитет дейтін комитеттің тең төрағасының біреуі. Алдыңғы жылдары мен осы комитеттің тең төрағасы жаңағы Майк Крюспен түскен фотомды жариялаған Марко Рубио сол тең төраға екі төрағаның біреусі. Енді осы кісі қазір Американың нөмір екінші адам болады. Американың сыртқы саясатын шешеді. Енді бұл кісі Қытай ісі жөнінде Қытайға тіс тырнағымен қарсы адам. Енді осыдан бір нәрсені ойлауға болады. Демек, Қытайға қарсы саясат Трамптың бірінші саясат ретінде ашық белгіленіп, міне өзінің екінші адамын тағайындау, сыртқы саясатын атқаратын адамды тағайындауға Марко Рубионы таңдауы осыны білдіреді. Әрине, Қытайды кеңірдегінен қысып ұрса ұра берсін де. Әрине, біз үміт еттік. Мысалы, алдымен орысты үйретіп, сосын Қытайды не екеуін бір жолда дегендей. Бірақ енді бұл арада мынандай бір әңгіме тұрады. Қытайды кеңірдектен қысу Трамптың кезінде басталды. Ол алдыңғы жол 2016 жылы президент болғанда біз қалың дәлел дерекпен қамдап 2017 бергенде ол кісіңіз 2018-де санкция сала бастады. Енді қараңыздар. Қытайға санкция салудың басты себебі Қытайда геноцидке ұшырап жатқан қазақтар, ұйғырлар, қырғыздар мәселесі, және Тибет мәселесі, Фалун Гонг мәселесі, демократ Қытайлар мәселесі, демократ адвокаттардың мәселесі болды. Әрине, бұл жерде геноцидке ұшырап жатқан қазақ, қырғыз, ұйғырлардың мәселесі басты рөл атқарды. Ал бұлармен ең көп дәлел деректі қамдаған біздің атажұрттың қызметі басты рөл атқарды. Яғни біз Қытайға санкция салдық. Бірақ естеріңізде болса керек, 2020 жылдың басында емес, 2019 жылы мен тұтқындалудан бұрынғы бір лекцияларымда Қытайға санкцияның тым қатты өршуі әлемде үлкен бір жаһандық қауіпті тудыруы мүмкін. 2003 жылы Қытайда белгісіз өкпе қабыну ауруы, яғни SARS ауру деген тарап, Қытайдың халқы қынадай қырылған еді. Қытайдың тіпті әскери генералының өзінің мынандай бір маңызды сөзі бар еді. Мынау жойғындағыш зымырандық қарулар, атом қарулар сияқты қарулардың пайдасынан әлде қайда пайдалы күшті қуатты қару бар, ол биологиялық қару. Биологиялық соғыстың пайдасы оған бұндай қаруларды зерттеп жасауға кететін шығын аз, уақыты қысқа. Және ол атом қарулар, зымыран қарулар сияқты жаудың қалаларын, нысандарын тасталқан қылмайды. Бұл биологиялық қару, оның құны, өзіндік жасалу құны өте аз, жасалып зерттеуге, тәжірибеге кететін құн аз, және ол қарсы тараптың дейді макроструктураларын, яғни қаласын, бүкіл зауыттарын қиратпай тұрып, тек адамын қирату арқылы қарсы тарапқа күйреткіштік соққы беріп, оларда экономикалық дағдарыс немесе саяси дүрбелең тудыруға болады. Сөйтіп, жауды күйзелтуге, жауға күйреткіштік соққы беруге болады деп Қытайдың әскери саладағы аса жоғары саяси сарапшысы және әскери генерал өстіп сұхбат берген. 19 жылғы бір лекциямда мен осыны айтқам. Мүмкін Қытайды бұрышқа қыса беретін болса, әбден түртпектегі ашынған ит
өзіңе қарсы шабады. Міне сол сияқты бұл мысалы мына қазақта да сөз бар ғой, жаңағы отты көп түртпек деген өшіреді, көршіні түртпек деген көшіреді дейді. Ал Қытай ол ит сияқты коммунистік партия. Оны түртпектей берсең, Қытайдың өзінде де мақал бар, гужи тяучаң деген. Итті түртпектесең, жаңағы секіреді деген. Енді дәл осы Си Цзиньпинді кеңірдектен арғысты, бері қысты, тіпті Гонконгта 7 миллион жан саны бар Гонконгтың 2 миллион халқы ереуілге шығып, Гонконгта тіпті саяси өзгеріс болып кете жаздады. Ал осындай сәтте Қытай алдыда коронавирусты таратып жіберді. Енді осыдан барып бір ой туады. Трамп Қытайды қысуын тағы жалғастыратын болса, мен бұл арада қыссын демеймін, қыспасын демеймін, бұл жерде бір әңгіме тұр. Трамп өзінің кегін алу үшін. Алдыңғы жолғы сайлауда жеңілісіне ол Қытайды себепкер деп санайды. Ол және осы Қытайды ата жау деп біліп отыр. Америка экономикасына, дүние экономикасына қауіпті деп отыр. Енді ол осы Қытайды қысатын саясатын жалғастыратын болса, мынау шыдамаған буғаз итін жүгіртеді дегендей, мына Қытай Америкаға қарсы суасты сүңгуір технологиясында тең емес, ғарыштық технологияда тең емес, жойғыш бомбалағыш ұшақтар технологиясында тең емес, әуе қорғаныс жүйесінде тең емес, зымырандық қару бойынша тең емес. Енді не істейді Қытай? Олардың зерттеп жасаған жаңағы шығыны аз, уақыты қысқа, қолдануға қолайлы вирустық қарулар бар, яғни биологиялық қару бар. Енді осы биологиялық қарудың жаңа біз білмейтін коронавирустан басқа бір түрін бұл зәндемелер таратып жіберіп, енді бүкіл адамзатты өздерімен бірге көрге ала кетпей ме? Яғни Трамптың билігі Қытаймен екі ортадағы биологиялық соғысқа жалғасып кетпей ме? Алдыңғы жолғы Трамп Си Цзиньпин соғысы биологиялық соғыс болды. Яғни бұл соғыстың дәлелі коронавирус. Бұны Трамп мысалы осы уақытқа дейін айтады. Коронавирусты Қытай жасап таратты, қолдан жасап таратты, оны Ухандағы Қытайдың арнайы биологиялық вирус қару жасайтын мекемесі әдейі таратты, ақ көк, ол үшін төлем төлеу керек, Қытайды жаңа тағы да қыспақ қалу керек, ақалай көкалай деп отыр. Ол бұрыннан айтып келеді. Демек, Қытай өзінің лабораториясында, өзінің қамбасында тұрған, әлі де адамзатқа қолдана қоймаған, бірақ оның қырғындағыштық, жойғыштық, зияндағыштық, күйреткіштік мүмкіндігі жағынан коронавирустан да басқаша болатын тағы бір сізбен біз ойлап көрмеген, ойлап ойымыз, қиялдап қиялымыз жетпейтін бір ауруды таратып жіберіп, бүкіл адамзат қоғамын тағы да бір дүрбелеңге, тағы да бір сұмдық ауыр жоғалтуларға салып қоймай ма? Міне бұл біздің Америка мен Қытай ортасындағы саяси текетірестен, қаржылық текетірестен, финанстық текетірестен, әскери текетірестен, экономикалық текетірестен және Си Цзиньпин мен Трамптың ортасындағы жеке бастық бір-біріне деген араздық және тарихи өшпенділіктен осындай бір қауіп адамзатқа туып кетпей ме деп айтуға болады. Енді бұндай қауіп мысалы тарихта да болды. Дүниежүзілік бірінші соғыс кезінде Германия мен Ресей жеңілді. Ал бұл соғыс кезінде Англияның басты мақсаты Америка сен тек бізге көмек бер, Еуропада біз Германия менен Ресейді тек тұмшалап, оларды тым ары асырмай, сол диктатуралық патшалық жүйесінде сақтап, бірақ кем дегенде айналасындағы көрші елдерге қауіп төндірмейтін, қауіп тудырмайтын деңгейде сақтайық деді. Бірақ ол кездегі Американың президенті оған келіспеді. Сөйтіп бірінші дүниежүзілік соғыста Ресейге де Германияға да күйреткіштік соққы берді. Қайталап тұрып айтамын. Ресейге де Германияға да күйреткіштік соққы берді. Жұрттың бәріне белгілі бірінші дүниежүзілік соғыс 1914 жылы июньнің 28 күні Аустрия-Венгрия империясының императоры Фердинанд Ханзада осы Балқан түбегінде іс-сапармен барып қыдырып жүрген кезінде оны серб ұлтының өкілі Принцип деген әсіре ұлтшыл серб, яғни сербтің арғы жағында да орыстық мүдде тұр. Сол алады да тарс еткізіп атады. Фердинанд Ханзада өлген күннің ертесі Аустрия-Венгрия Балқан түбегіне соғыс ашады, сонымен ию-ғию быт-шыт тасталған болады. Бұл жерде жұрттың бәрі біледі, Аустрия-Венгрия дегендегі Аустрия ол неміс халқы. Гитлердің өзі аустралиялық оралман, ол кейін Германияға жаңағы азаматтығын ауыстырды, сөйтіп Германияда бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысты, білесіздер. Енді қараңыздар, содан бүкіл дүние тас-талқан болды, ал бірінші дүниежүзілік соғыста тастай болып жеңілген, күл-талқаны шыққан Германияны Еуропа елдері, Франция, Англия, Америка тізеге басып тұрып, желкеден табанға салып, таптап тұрып, Версаль бітіміне қол қойғызды. Бұл Версаль келісім шарты Германияның енді
жаңағы ыңыршағын шығарып жіберді. Сіңір шыққан тақыр таза қайыршыға, үрерге иті сығарға биті жоқ, жағарға оты жоқ қайыршыға айналдырды. Ал Германия осы бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілгеннен кейін қоғамда үлкен кері шегіну болды. Бұл кері шегіну Германияның еркектерінің жаппай сырақорлығы, шарапқорлығы, арақкештігі болды да, ал Германияның қыздарының жаппай жезөкшелігі болды. Ал бұл кезде бүкіл шарап зауыттар, бүкіл радио, бүкіл кәсіпорындар, фабрикалар, бүкіл өндіріс орындар, бүкіл базарлар, бүкіл импорт, экспорт орындары жойыттардың қолында болатын. Ал осы кедейшілік, осы тақсірет, осы қоғамдағы зор жетіспеушілікті Гитлер алды да халықтың өшпенділігін жойыттарға қарай аударып жүрді. Және билікке қарай аударып жүрді. Содан бүкіл халық өздерін осыншама жоқшылыққа салып, қайыршылыққа салып қойған барлық кінә мына жойыттарды екен деп Германияда әсіре неміс ұлтшылдығы, әсіресе герман ұлтшылдығы оянып кетті. Енді бұл туралы лекцияны менің өте ертедегі бір 13-14 жылдардағы лекциямда айттым, бұл арада қайталамай-ақ қояйын. Мысалы, Германиядағы жойыттар неге Германияда қанша мәрте жойыттарға қарсы осындай мемлекеттік деңгейде ұйымдастырылған толқындар болғанына қарамастан Германиядан кетпеді және қырылды? Неге 39 жылы Гитлердің таққа шығуын күтіп отырды? Неге 6 миллион жойыт жойылып кеткенге дейін олар сонда бір белгіні сезініп, бір жанын аман сақтайтын, қырылмайтын жерге қарай кетпеді ме дейтін менің бір лекциям болған еді. Енді ол лекциямда мен былай айттым. Жойыттарға қарсылық 1895 жылдан ең ауыр түрде белең алды. Оның арты 1904-ге жалғасты. Тіпті 1914 жылы басталған бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 18 жылы жараланған жойыт әскерлеріне азаматтығы Германиянікі болғанына қарамастан, Германияның үкіметі мемлекеттік медицинасы қызмет көрсетуден бас тартты. Яғни емдемейді, тегін емдемейді. Тіпті бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан жойыт Германияда ұзақ мерзім тұрғанымен Германия азаматы саналмаған жойыттарға егер соғысқа барсаңдар азаматтық береміз деді, бірақ артынан азаматтығын да бермеді. Енді ойлаңыздар. Тіпті бірінші дүниежүзілік соғыста сол жойыттардың шыққан ең керемет ғалым сол замандағы ең керемет қаруларды ойлап тапты әуелі. Бірақ ең соңында өзінің халқы қырылды да. Енді тіпті әуелі сол заманда Германияда жасап жатқан жойыттар, егер Германия бізге азаматтық берсе, міне біз германдардың тілінде сөйлейміз, германдардың тұрмыс салтын ұстанамыз, бар болғаны біз жойытпыз, бар болғаны олар герман, біз Мұсаның үмбетіміз, олар Исаның үмбеті, біз шошқа етін жемейміз, олар шошқа етін жейді деген сияқты ғана танымда болды. Сөйтіп олар Германияда герман тілін үйреніп, сол жерде тып-тыныш жасай береміз деді. Әлгі барлық саяси қудалауларға назар аудармады. Бірақ осы Америка, Франция, Англия үшеуі бірігіп Германияны тұқыр жылатып, табанға басып, таптап, намысын таптап, халқын кедейшілікке, жоқшылыққа ұрындырып жіберген кезде қоғамда өшпенділікті туылған Гитлер дейтін адам жарыққа шықты. Міне бұл Германияның қасіреті және Еуропаның қасіреті. Ал ұқсас оқиға Ресейде де қайталанды. Ресейде Германия патшасы қаржыландырған, Германия патшасының шпионы болған, бойы 1 метр 50 неше ғана сәнті болған таз Ленин дейтін сүмелек пайда болды. Анығында Ленин таджалдың кіші сипаттары бар, кіші таджал болды. Адамзат қоғамына Лениннің алып келген алапаты одан бұрынғы ешқандай зұлым жауыз патшалар әкелмеген алапаттардан артық болды. Ленин адамзат қоғамына бірінші қанішерлік, диктатуралық, геноцидтік сипаттағы коммунистік және құдайсыздық жүйені орнатып кетті. Біз соның зардабын тарттық және әлі тартып келе жатырмыз. Енді осы Ленин адамзат тарихындағы ең сұмдық шпиондық және жаншықтау мекемесі НКВД-ны құрды. Қазір сол НКВД-ның мұрагері КГБ, КГБ-ның мұрагері КМБ-ның фильтрінен өткен Назарбаев, Тоқаевтар әлі Қазақстанды орыстың мүддесіне қызмет ететін, орысқа бағынышты, шын мәнінде орыстың отары болған бейшара елге айналдырып қойып отыр. Енді қараңыздар. Ресейде не үшін коммунистік төңкеріс болды? Адамзат тарихында коммунистік төңкеріс одан бұрын Париж коммунасы дейтін оқиғаменен белгілі. Бірақ олар мемлекетті жаулап ала алған жоқ, жүйелі мемлекеттік аппарат құра алған жоқ. Ең соңында сәтсіздікпен аяқтады. Ал Париж коммунасын ұйымдастырғандардың барлығы қыз теке және бәтшағарлар еді. Яғни
әйелмен үйленетін әйелдер, еркекпен үйленетін еркектер, немесе жаңағы топтық бірімен бірі былығатын сондай құдай ұрған сатанистер болған болатын. Ал коммунистердің өзі құдайды жоқ деді. Міне бұл адамзат тарихында ең жауыз патшалардың өзі құдайды жоқ деп айтпаған жағдайда олар құдайды бірінші рет жоқ деді. Перғауынның өзі құдайды жоқ деген жоқ, ол құдай менмін деп тұрып айтқан болатын. Енді қараңыздар, Перғауын өзін құдай деген болады. Енді коммунистер алдыда құдайды жоқ деді. Сөйтіп бүкіл адамзатқа, міне арысы Латын Америкада, Куба, оңтүстігі, Вьетнам, солтүстік Корей, міне бүкіл Совет одағы, Қазақстан, Орталық Азия, Моңғолия, Шығыс, Еуропа, тіпті Африка елдер, тіпті араб социализмі дейтін араб елдеріне дейін міне лениндік идеология осылай әсер етті. Әлі социализм, коммунизмнің зардабын көріп жатқан халықтарда қисап жоқ. Ал осы орыс жерінде коммунизм дейтін, социализм дейтін осы адамзаттық үлкен обырдың, апаттың, рактың пайда болуына сол бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Ресейдің жоқшылыққа, кедейшілікке, қоғамдық тығырыққа, рухани күйзеліске, тұтас қоғамдағы материалдық жоқшылықпенен тапшылық себепші болды. Бүкіл қоғам қайыршылыққа бет алғанда, материалдық, заттық тұрғыдан қайыршылыққа және рухани тұрғыдан қайыршылыққа бет алғанда, қоғамда коммунистер өзінің меңгеруіне алып алды. Енді дәл қазір Қытайда қандай да бір саяси өзгеріс бейбіт түрде болмай, Қытайдың коммунистік партиясы осындай тегеурінді болып тұрған жағдайда, мынау саясаттан тым сауатты емес деп жұрттың бәрі айтатын, және эмоцияның адамы дейтін, және өмір бойы тек қана саудамен ғана миллиардер болған адам, енді Қытайды кеңірдектен ала түскенде, Қытай оның Америкаға қарсы қолданатын не зымырандық қаруы, не атом қаруы, не суасты сүңгуір қаруы, не интернеттік қарулары, немесе басқа қарулары жоқ болғандықтан, енді ол арамза болғандықтан, бұл Қытай сол өзінің тағы да жасырып отырған коронавирус сияқты бір қаруын, яғни биологиялық қаруын алып шығады. Биологиялық қаруын алып шығады. Мысалы, сіз ойлаңыз, Қытайдың басқа қандай қару болуы мүмкін? Ешқандай қару жоқ. Ода тек биологиялық қару бар. Енді Марко Рубио осы конгрессте осы уақытқа дейін Конгрессионал комитеттің бастығы болды. Экзекутив комитет Аң Чайнаның бастығы болған Марко Рубио, бұл енді анығында Қытайға қарсы бірінші адам деуге болады. Енді ойлаңыздар, арғарай енді не болуы мүмкін? Дүние сізбен біз ойлағаннан әлде басқаша деңгейде сұрапыл бір өзгерістерге бетпе-бет келіп отыр. Шынында сұрапыл өзгерістер. Ал бұл өзгерістер қалай болады? Ол бізге қайырлы бола ма, жақсы бола ма, жаман бола ма, біз білмейміз. Себебі қазақ халқы, қазақ мемлекеті өте ырықсыз жағдайдамыз. Біз халықараға ықпал етпек түгілі өзіміздің мына орыс құл, Мәскеу құл, Қытай құл, мына осырақ Совет сасыған сасық шалдарымыздан арыла алмай отырмыз. Біз өзіміздің ұлттық мүддемізді, қарнымызды, кредитімізді шеше алмай отырмыз. Елдер кәдімгі халқы көтеріліп, наразы болып, мемлекетке талабын қойып, митингіге, ереуілге шығып, анау банктердің кредиттік пайызын түсіреді, немесе жұмыс орнын ашуға мәжбүрлейді, немесе қоғамда қандай да бір шектен асып бара жатқан әділетсіздікке тосқауыл қойылады. Яғни билік иелерін халықпен санасуға мәжбүрлейді. Ал дәл қазіргі Қазақстанда билік мүлде бір бөлек планетада, ал қарапайым қазақ мүлде бір бөлек планетада, екеуі екі шалғайда өмір сүріп жатыр. Оған себеп қазақ халқының саяси сауатсыздығы, әлсіздігі, саяси тұрғыда өз мүдделерін қорғай алмайтындығы, ұлттық мүдделер турасында халық ешқашан өз талаптарын орындата алмайтындығы, ал тұтас биліктің анау Совет кезінен тартып, одан кейін Назарбаев, одан Тоқаев кезінде сол биліктің айналасына өңкөй арамза, ұлтсыз, қанішер, суайт, банды, қарақшы, арсыз, ұятсыз, имансыз, екі жүзді қан сорғыштардың жиналғандығынан. Яғни Қазақстанның билігі арнайы түрде бүкіл 20 миллион қазақтың ішінен фильтрлеп отырып, ең арсызын, ең ұятсызын, ең имансызын, ең екібеттейін, ең байлық құмарын, ең қарақшылық сипаты барын, кім ақша берсе әкесін сойып беретін, ең сүмелектерді, ең тексіздерді жинап соны билікке алып келді. Ал бұл билікте отырғандардың ешқайсы қазақ халқының басындағы дәл қазіргі қиыншылықтың
бірде бірін шешуге мүдделі емес. Олар тек әдемі сұлу тілдермен халықтың алдына шығып, аңқау халықты болмайтын тақырыпқа басын қатырып, үнемі алдап, аздырып, тоздырып қана отырады. Ал шын мәнде осы 20 миллион халық оларға 20 миллион қара зеңгі құл, 20 миллион халық олар үшін алғанда 20 миллион кредит төлеуші, 20 миллион халық олардың кез келген уақытта сойып жейтін 20 миллион соғымы, 20 миллион халық оларға осы 20 миллион халықты пайдаланып, осы халықтың ырыздық ретінде Құдай берген мұнайын, газын, алтынын, күмісін, уранын, темірін сатып, жерін сатып, астығын сатып, бүкіл байлығын сатып, оның ақшасын шетел аударып қашу. 20 миллион халық оларға осы үшін ғана керек. Ал шын мәнінде осы қаншерлер Еуропада, Америкада болса миллиардер болалар ма еді? Бола алмас еді. Қылмыстар үшін, ұрлықтар үшін түрмеде отыратын еді. Бірақ бұл зұлымдар, атын дұрыс жаза алмайтын бұл зұлымдар Қазақстанда миллиардер болып отыр. Енді өзінің мәселесін шеше алмай отырған қазақ халқы жаңағы мен болу мүмкін дегендей әлде қандай бір сұмдық әлемдік тағы бір биологиялық соғыс болатын болса, оған дайын ба?